Бүгін біз 22 санның энергиясы жайлы сөйлесеміз. Оны сіздерге толық түсіндіргім келеді, себебі бұл тұста ол кісілер жынды деп ойлайды. Ал неге ондай ақымақ деп ойлайтын білгілеріңіз келсе, осы эфирді соңына дейін тыңдаңыздар. Жалпы осы энергияны үш сөзбен ғана сипаттауға болады. Ең бастысы ол жаңағы қуанып жүру, сосын еркіндік және де дәл қазіргі осы сәтте өмір сүру. Бұл тұста жалпы қуанудың да өзінің бір шектері болады. Яғни егер одан шектен тыс қуанып кеткен болса, ол да бір белгілі бір ақылсыздыққа барады. Және де еркіндік бұл тұста көбінде жұмыста пайдалану керек. Тіпті егер сіздің ол финанс зонасында, яғни ақша алаңында орналасқан болса матрицаңызда, онда ол сіздің ешқандай графиксіз жұмыс істеуіңізді айтып тұр. Сонымен қатар сіз ешкімге бағынбайсыз, яғни өзіңіз қай кезде жұмысқа барасыз, қай кезде кетесіз, оны өзіңіз шешуіңіз керек. Бұл өте маңызды. Сонымен қатар осында және қазір өмір сүру. Жоқ, мен ертең басқа қалаға барғанда сол жақта бастаймын, жоқ, мен дүйсенбі күні бастаймын деген сынды ондай дүниелер болмау керек. Сіз дәл қазір не сезініп тұрсыз, соны дәл қазір реализацияға жіберуіңіз керек болады. Бұл кісілер жалпы көп жаңағы путешествие жасайды, көп елдерге қыдырады. Сонымен қатар бұл кісілердің өзінің белгілі бір жақсы қасиеттері бар, яғни тез үйренеді, кез келген дүниені тез үйренеді. Сонымен қатар сондай әзілқой, қалжыңбас және де өте бір жеңіл, ол жеңіл мінез емес. Бұл тұста менің өзінің бөлек эфирім бар, соны қараңыздар, болмаса осы эфирдің астына сілтемесін қалдырып кетемін, міндетті түрде қараңыздар. Жеңіл мінез емес, бұл тұста өзін жеңіл ұстау. Жалпы кез келген дүниені жеңіл қабылдай алады, жеңіл көзқараспен қарайды. Сонымен қатар барлығын жеңіл шешуге тырысатын адам, оны көбінде сол ақымақтықпен елдер шатастырып алады, бірақ ол мүлдем ондай емес. Егер сіздің балаңыз 22 күні туылған болса, болмаса матрицаның жоғарғы тұстарында, жоғарғы белбеуінде 22 саны болатын болса, онда осы эфирді соңына дейін қарап, және де оның белгілі бір сізге минус болып көрінетін тұстарын пікірге жазып кетіңіздер. Дегенмен осының бәріне қарамастан бұл кісілер өзін жауапкершілігі мол адам ретінде ұстауы керек, солай өзін үйретуі керек. Мейлі графиксіз жұмыс болса да, басқа болса да, өзіне белгілі бір жауапкершілік алып үйрену керек. Бұл плюс белгілері. Жалпы бұл кісілерге өзінің жеке кәсібімен айналысқан дұрыс, болмаса өзіне жұмыс істегені дұрыс. Ол кезде де бірақ өзіне жауапкершілік алып үйрену керек. Сонымен қатар бұрында осындай жақсы болып еді, қазір осындай болып кетті деген секілді бұрынғы кезге қатты жүгіру және болашаққа қатты жүгіру, ол да бір минустың белгілері болып саналынады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта сіз қалай іс-әрекет жасайсыз, соны қарауымыз керек. Енді көп дүниені с нуля жаңадан басынан бастап жасауға болады, ол да бар. Дегенмен бұл негізі миллиардерлердің арканы болып табылады, яғни сондай ақшаның күшті энергиясы болғандықтан сіздер соған алып келетін өзіңіздің бір керемет, бір бешеный идея, бір өте күшті энергия пайда болады, сол сізге өте көп ақша алып келеді. Алайда бұның барлығы, егер сіз белгілі бір рамкада болсаңыз, ата-аналарыңыздың белгілі бір ограничениясында болсаңыз, онда сіздің басыңызға ешқандай идея келмейді, өкінішке орай, және сіз еркіндік сезіне алмайсыз. Жалпы еркіндік демекші, сіз қандай да бір рамкадан шығуыңыз керек. Яғни барлығын өзіңіздің өміріңізде болып жатқан дүниенің барлығына өзіңіз шешім қабылдауыңыз керек, және де өзіңіз бастап алдыңғы қадамыңызды бастауыңыз керек. Ограничениядан толық шығуыңыз керек, ол өте маңызды сіздерге. Сондықтан ең бірінші жалпы өзіңізбен жұмыс істеймін деп осы эфирді қарап отырсаңыз, ең алдымен сіз осындай белгілі бір рамкалардан, қоршаулардан, біреудің үйтпе бүйтпе деген секілді сынды дүниелерін алып тастап, өзіңіздің жаныңыз не қалайды, соны тыңдап үйренуіңіз керек. Енді көп ата-аналар қандай жалпы 18 жастан асып кетсе де балаларына осындай, мынандай, олай істеме, бұлай жасама деген сынды дүниелерді айтып жатады, өмірді қалай сүру керек екенін оны көрсетіп жатады. Жалпы сепарация дұрыс жасай алмайды. Сондықтан да әсіресе осы 22 саны бар болса балаңыздың матрицасында, онда сіз міндетті түрде
оны белгілі бір өзіңіздің шектеулеріңізден, белгілі бір ограничениялардан шығаруыңыз керек. Егер оны білмесеңіз, сепарация деген психологиялық сабақты алыңыздар. Шектеуден шықпаған бала ешқандай да миллиардер болмайды. Сонымен қатар өзінің белгілі бір күшті, мощный идеяларын өте бір ақылсыз деп таниды, және жәніндегі сол рамканы қоршап қойған кісі де солай айтады. Сонымен қатар баланың өсуіне кедергі жасайды. Сонымен қатар көпшіліктің артынан жүруде сіздің белгілі бір жолыңызды әлі таппағаныңызды білдіреді. Сіз ол арқылы ешқандай да ақша таба алмайсыздар, және де өзіңіздің жалпы жаңағы бойыңызда берілген қасиеттің барын тек қана өзге адамдарға қалай өмір сүру керек екенін үйретіп, солай шатасып қаласыздар. Оның орнына сіздер керісінше сандармен жұмыс істеп, жалпы финансовый грамотностьті арттыру, сондай сабақтарға қатысып, жалпы удаленно ешқандай жерге бармайтын белгілі бір доходтың түрлерін тауып, әр түрлі источниктан сіздер доход таба аласыздар. Міне ең басты стремление осы болу керек. Бірақ ең алдымен сіздер белгілі бір ограничениядан шығуларыңыз керек болады. Көбіне сіздер цикличностьтен көп ақша табасыздар, яғни белгілі бір сезонный жұмыстан, мысалы қайталанып отыратын, күнделікті қайталанып отыратын сондай жұмыстарға көп мән беріңіздер. Сонымен қатар сіздер тіпті кулинариямен де айналыса аласыздар, торговля, мысалы продажа, сондай бір дүниелерді сату нон-стоп 24/7 деген секілді сондай бір белгілі бір өзіңіздің кәсібіңізді бастай аласыздар. Болмаса сіздерге балалармен жұмыс жасауға болады, бір развлекательный центрда, әлде сондай бір центр ашсаңыз болады. Сонымен қатар сіздер тамада, эстрада, және де стендапта бой көрсете аласыз. Жалпы ішінде қуаныш бар, өте жеңіл формада көрінетін жұмыстардың барлығы сіздердікі. Бірақ сіздер ешқашан заңсыз түрде ақша таба алмайсыздар. Оны да ескере жүріңіздер. Міндетті түрде сіздерде ақша болады, егерде сіздер заңмен, жалпы заңды білетін болсаңыздар, және оны ешқашан бұзбасаңыздар, сізге ақша келеді. Яғни транжирство, жаңағы взятка алу, оның барлығы сіздерге болмайды. Сонымен қатар, егерде сіздің бітпеген оқуыңыз болса, оны міндетті түрде соңына апаруларыңыз керек болады. Сандармен жұмыс істеп, жалпы финансовый грамотностьті арттыру, сондай сабақтарға қатысып, жалпы удаленно ешқандай сіздер өздеріңіздің душа компаниясы болып саналасыздар. Жалпы өзі жақсы бір энергия беретін аркан болғандықтан, сондай бір жеңіл, барлығын жеңіл қабылдайтын, сондай бір керемет жансыздар, егер әрине плюста болсаңыздар. Сіздер өте бір көңілді, қуанышты болып жүретін адамсыздар, өмірлеріңізді қашанда жақсы жаққа өзгертуге тырысатын, бір русламен жүре бермейтін, жалпы кез келген жақсы өзгерістерді қалап тұратын, және де адамдарға жалпы ақылсыз болып көрініп қалудан қорықпайтын сондай бір керемет жандар. Бұл кісілерді жалпы өмірде күшті бір сыйлықтар күтіп тұру мүмкін, ол үшін жай ғана қуанып жүру керек, түсінесіздер ме? Кез келген дүние сізге бір қуаныш болып, өзгеріп, сол қуанышқа айналуы мүмкін. Бірдеңе ұнамай қалды ма, оны міндетті түрде жаңа парақты ашып жазғандай, солай жаңадан бастап үйренуіңіз керек. Бұл негізі өзіңізде де бар, егер плюста болсаңыздар. Сондықтан кез келген дүниені жаңадан бастай білу, берілмеу ешқашан, оның барлығы біздің, жалпы сіздің ең керемет күшті тұстарыңыз болып саналады. Жалпы бұл аркан нулевой аркан болғандықтан жаңадан бастай білу маңызды. Сонымен қатар бұл енді тарода аркан дурака болғандықтан кез келген жол осы бір ақымақтықтан басталады. Сондықтан егер сіздерге біреу ақымақсың, ештеңені дұрыс ойламайсың, терең ойламайсың деген сынды өзінің осындай бір сіздің кемшілігіңізді айту арқылы белгілі бір рамкаға түсіретін болса, ешкімді тыңдамаңыздар. Өте бір кішкентай бала сияқты, сондай көңілде, сондай таптаза, және де өзін солай ұстайды. Мейлі ересек болса да, ол өзін кішкентай бала секілді сезінеді. Оның сезімі, жалпы ішкі әлемі сондай, ешқандай жаман ойы болмау керек, жалпы барлық дүние оған қызық болып тұрады. Соны бастағысы келіп тұрады, ол бастасын. Егер сіз осындай баланың ата-анасы болсаңыз, ешқандай шектеу қоймаңыздар.
және де есейген шақта да өзін бір кішкентай бала секілді ұстаса, оған да түсіністікпен қараңыздар, себебі бұл оны әдейлеп жасап жатқан жоқ, ол оның табиғаты сондай болғандықтан осындай белгілі бір белгілер болады. Және де ондай баланы мейлі есейген болса да ешқашан ограниченияға, шектеулерге қоймаңыздар. Сонымен қатар ол бәрібір өзінің жолын табады. Мейлі қанша шатасса да, ең басындағы қадамы дұрыс емес болса да, оған ешқандай критика айтпаңыздар. Тек қана қолдай білсеңіздер, барлығы жақсы болады. Жалпы түсініңіздер ғой, ол қанша жерден ересек болса да кішкентай бала болғандықтан, жалпы кішкентай сәби дүниеге келгенде оған бірден төгіп ограничениені айта берсеңіздер, үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды дей берсеңіздер, оның жалпы психикасы сынады ғой. Сондықтан бұл жерде үлкен бір түсіністік керек, ата-ана жағынан қолдау керек. Және де егер ограничение, жалпы шектеулер көп болып кетсе, ол бала кейін өзін жоғалтып алады. Сонымен қатар криминал, бандитке кіріп кетеді, сондай бір таза емес дүниелерге кіріп кету қаупі бар. Оны алдына алу үшін сіз жалпы өзіңіз плюсқа шығуыңыз керек. Бала күннен жалпы еркіндікті жақсы көреді, үйінен тіпті қашып кетуге дайын болып тұратын бала болған шығар. Дегенмен бұлар өмір бойы, яғни сіздер еркіндікті, көңілділікті жақсы көріп тұрасыздар, соған қатты жүрегіңіз бұрып тұрады. Сонымен қатар бәріне сенгіш, жалпы бұл аркан негізі өзі бір өте сирек кездесетін аркан. Ешқашан неухоженный жүруге болмайды өзіне, тем более ақшасыз жүруге болмайды. Өзің тіпті бомжный состояниесін жеткізе алатын жалғыз осы аркан. Себебі минуста, білмейді қалай бару керек екен, қалай жету керек екен, не істеу керек екен, көп ограничение бар. Өзінің еркіндігін жалпы сезіне алмайды. Енді адам болып дүниеге келгеннен кейін барлығымыз өзіміздің белгілі бір еркіндігімізді сезіне алуымыз керек, және өзіміздің личная граница деген әңгіме бар, сол болу керек. Яғни өзің не қалайсың, соны өзің орындайсың. Ешкімді тыңдамау дегеннен де шектен шығып кетпеу керек. Әрине бала күнде ата-анасын тыңдау керек. Бұл тұста баланс ұстау маңызды. Яғни бір пропустен екінші пропустқа құрып кетпеу керек. Бұл кісілер егер депрессияда болса, ең төменге құлап кетеді, 12 санның энергиясы секілді. Оны да көрсеңіздер болады. Және сіздерге маңыздысы өзіңіздің еркіндігіңізді бағалау, және бір сондай көңіл күйіңіз жоғары жүретін шақтарды, көңілділікті жақсы көретініңіз, ол да жақсы. Өмірге осындай сіз секілді бір қалжыңбас, сондай бір қуанышты бір адамдар міндетті түрде керек деп ойлаймын. Және де сіздерге ешқашан құмар ойын ойнауға болмайды. Ешқандай түрін, ешқандай ойынға ақша төгуге болмайды. Одан сіздер шыға алмай қаласыздар, азартқа кіріп кетулеріңіз мүмкін. Сонымен қатар ешқандай есірткі қолдануға болмайды және ішімдік ішуге болмайды. Ол сіздерді автоматом минусқа түсіреді. Суицид жасау қаупі де бар. Сондықтан сіздер жалпы сізді жақсы көретін ортада жүруіңіз өте маңызды. Жалпы сізді бағалай білетін ортада жүрсеңіз, онда сіз өзіңізді дұрыс орында жүрмін деп санайтын боласыздар, және ешқандай бұндай минус белгілерін көрсететін ешқандай осы жаман әрекеттер болмайды. Ең бастысы сіздің өзіңіздің ойыңызды реализацияға жіберу, оны тек өзіңіз шешуіңіз керек. Жалпы тупой ограничениялар сіздерге не береді? Сіздің ойлау қабілетіңіз төмендейді, және де сіздің жалпы есте сақтау қабілетіңіз төмендейді. Сонымен қатар Альцгеймер, және де бұның барлығын ограничениялар ғана бермейді, және де бағанаға айтып өткен бүкіл минустар береді, яғни ішімдік, есірткі деген сынды. Осы сонымен қатар сіздің психикаңыз төмен болады, көп нәрсені түсінбейсіз, жалпы слабоумие болады. Сондықтан бұл енді денсаулықтың минус белгілері, ал оның барлығына әсер ететін ең басында айтып өткен 3 белгімен сіздер өмір сүрулеріңіз керек болады. Қашанда осындай бір көңілді ересек бала болып жүре беріңіздер. Ең басты ешқандай шектен шығып кетпеңіздер, барлығың өзінің орнымен болсын. Сонымен қатар еркіндігіңізді де таңдаңыз. Жалпы дәл қазір осында өмір сүруді үйреніңіздер. Және әрине көңілді, қуанып
жүруді таңдаңыздар. Ол сіздерге біріншіден жарасады, екіншіден адамдардың айтқан сөздеріне сенбеңіздер, олар под себя хотят построить. Сіз шын мәнінде өте ерекше жан болғандықтан сіз өзіңіздің жолыңызды табуыңыз керек болады. Ешқандай шектеулерді жалпы қабылдамаңыздар. Сонымен қатар ешқашан жаман дүниелерге құмартпаңыздар, зависимость болмасын. Жалпы жеңіл жүріп үйренсеңіздер, өздеріңізде жалпы жеңілсіздер ғой. Сол кезде сіздердің жалпы ақша жағынан да, денсаулық жағынан да барлығы жақсы болады. Енді бүгінгі эфирді осылай аяқтаймын. Егер де тағдыр матрицасы жайлы оқып үйренгілеріңіз келсе, осы бүкіл сандардың энергиясы жайлы мәлімет беремін. Матрицаны құруды үйретемін. Сонымен қатар карманың қарызын қалай есептеу, қалай расшифровка жасау керек. Жалпы адам өзгерем деген адам сізге консультацияға жазылған кезде оның ең басты минустарын нақты қай жерден табу керек? Бұл бірінші сабақ болып табылады. Қыздар, егер де осылай консультация беріп, жалпы үйренгілеріңіз келсе, осы нумерологияда басты қадамдарыңызды жасағыңыз келсе, маған инстаграмға жазыңыздар. Мен сіздерді сабаққа қосамын. Сонымен қатар 22 саны жалпы айтарым, өзіңізді ешқашан барлығынан ақылдымын деп те сезініп кетпеңіздер. Әрқайсының өзінің шектеуі болады. Сонымен қатар өзіңіз қатты ақымақ деп те кетпеуіңіз керек. Орташа жалпы жеңіл ұстауыңыз керек. Және де белгілі бір договорлардағы тіпті ең майда жазылған жазудың өзіне де оқып жүріңіздер. Бдительный, внимательный болыңыздар ең бастысы. Деп барып әркімге сене салып қол қоя салу деген ол сіздерде өтпейді. Сондықтан қашанда өзіңіздің өміріңізге жалпы жауапкершілік алып үйреніңіздер. Ендеше сау болыңыздар. Егер де өзіңізді плюсқа шығаруыңыз керек болса, онда жарыққа жол атты психологиялық сабақ бар, соны алыңыздар, және де сонда берілген нұсқаулықтар арқылы жүресіз болды. Ол сізді финансовый грамотностьқа да үйретеді, жалпы еркіндік, ограничениеден қалай шығу керек, соның барлығы жазылған. Ендеше сау болыңыздар, арнама тіркеліп қойыңыздар. Егер мен сіздерге пайдалы болсам, міндетті түрде осылай қалдырып, пікірге өзіңіздің ойыңызды жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.